Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл-күйлерің қалай? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз мінездеме, характеристика. Бірінші біздер жаңа сөздермен танысамыз. Жұмыс істеу мерзімі, срок работы, қызмет бойынша өсу, повышение по должности, мамандануы, специализация, тұрмыстағы тәртібі, воспитание, тәртіпті, воспитанный, еңбекқор, трудолюбивый, жауапты қызметкер, ответственный работник, әріптестерінің сыйлауы, уважение коллег, уақытында орындай білу, выполнить заявлениені. Балдар, мінездеме түрлі мекеме, ұйым, бірлестік орындарында белгілі бір адамды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағазының бір түрі. Қызметтік мінездеме. Мінездеменің айрықша кең тараған және әмбебап формасы қызметкерді объективті әрі нақты мінездеу қажет болған жағдайда жазылады. Қорытынды бөлімі еркін стильде жазылады және құжат мазмұны түзетіледі. Мінездеме қызметкерді басқа бір вакансияға я болмаса оқу орнына ұсыну мақсатында да жазылады. Мұнда ұсынылған адамның аталған вакансияға қажет деген мінез қасиеттері, кәсіптік шеберлігі айтылады. Аттестациялық мінездеме белгілі бір адамның атқарып отырған қызмет орнына лайық еместігін тексеру мақсатында жүргізілетін аттестация қорытындысына орай жазылады. Мұндай мінездеме қорытындысында атқарып отырған қызметіне лайық немесе атқарып отырған қызмет орнына лайық емес деген сияқты түйінді сөздер жазылады. Ал жеке мінездемелер адамның жеке басының мінезін, білімін, шеберлігін, икемдігін, тағы да басқа мінездерін сипаттай жазылады. Қорытынды бөлімінде мінездеме не мақсатпен жазылғандығын атап көрсетіледі. Мысалы, еңбек келісімін ұзарту үшін, тағы да басқа. Мінездеме А4 форматты параққа жазылады, көлемі бір беттен аспау керек. Мінездеменің мазмұндық құрылымдық жүйесі реквизиты, характеристики. Бірінші тақырыбы, екінші мінездеме беріледі адам туралы қысқаша мәлімет, үшінші негізгі мәтін, төртінші қорытынды, бесінші мінездемені талап етуші аты, алтыншы мінездеме берілген күн, ай, жыл, жетінші мінездеме берушінің аты жөні, фамилиясы, қолы. Сегізінші қосымша, егер тағы да қосылатын құжаттар болса, бірге жазылады. Характеристика – это документ, который содержит совокупную оценку качеств человека. Характеристики являются оценочным документом. Он характеризует человеческие качества от физических до нравственных, деловых или профессиональных черт характера. Характеристика может быть положительной, отрицательной или нейтральной. Содержание характеристики определяется ее целью, куда предъявляется документ. Например, характеристика с места работы включает в себя большой уклон на трудовую деятельность, а характеристика для награждения на профессиональные заслуги и показатели. Структура любой характеристики, независимо от назначения, включает в себя следующие сведения: наименование выдавшего лица, наименование документа, характеристика, фамилия, имя, отчество, год рождения, личные данные человека, описание качеств человека, дата и подпись. Образец үлгі, мінездеме. Балалар мұнда үлгі берілген, үйге берілген тапсырма бойынша да осы үлгіге қарап жазасыңдар. Мұнда орысша берілген характеристиканың үлгісі, онда өздеріңіз оқып шығасыңдар. Енді тапсырмалар. Бірінші тапсырма сын есімнің салыстырмалы шырайының жұрнағын жалғаңыз. Сөйлем берілген, ол бұл істі терең
біледі. Ребята, значит, вы видите тут первое упражнение. Что нужно делать? Вместо многоточек нужно ставить нужные суффиксы. Второе упражнение. Берілген сөз тіркестерінен сөйлем құрамыздар. Нужно составить предложение из данных словосочетаний. Үй тапсырмасы, домашнее задание. Өз досыңа мінездеме жаз. Нужно написать характеристику. Көмекші сұрақтар, вспомогательные вопросы. Так. Бұнда балалар қате түсініп жүрмеңдер. Бұнда жаңағы мінездеменің құрылымында қандай мәліметтер болу керек, сол мәліметтерге сұрақтар берілген. Міне балалар, қазір енді сіздер ең бірінші мінездемені жазып аласыңдар мәтін дәрістерінде. Соңынан тапсырмаларды орындауға кірісесіңдер. Мұнда бізде екі тапсырма. Осы екі тапсырманы орындап болған соң классрумға жібере беруге болады. Үй тапсырмасын келесі сабаққа әзірлейсіңдер. Міне балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.